Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін бізде 4-ші тоқсандағы соңғы тарау бөлім, яғни 8-ші бөлімді өтетін боламыз. Having fun тақырыбы берілген. Олай болса, 108-ші бетті ашамыз оқушылар. On page 108, having fun. Мұнда қараймыз, суретке жақсылап. Бұл жерден біз екі қыздың не істеген, яғни кинотеатрдан кино көріп отырғанын көреміз, оқушылар. Енді осыған байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Олай болса, on page 109, fun places, 109-ші беттегі fun places тақырыбы берілген, яғни қызықты жерлер, яғни баратын қызықты жерлер туралы айтылған. Exercise 1, look at the picture, where are they, what are they doing? Суретке қара, олар қай жерде және олар не істеп жатыр деген сұрақтарға біз қазір жауап беретін боламыз, оқушылар. Жауабы: The girls in the picture are in the cinema. They are watching a film. Суреттегі қыздар кинотеатрда. Олар кино көріп отыр деп қысқаша жауап беруге болады екен, оқушылар. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Where do you like going in your free time? Choose and talk with a friend. Мына жерге бірнеше қызықты суреттер берілген. Біз қалаған біреуін таңдап, досыңмен бірге сөйлес дейді. Яғни айт, қайда барасың, қайда барған ұнайды деген сияқты сұрақ қойылған. Мысалға, астына мисал келтіріп қойыпты. Бір оқушы айтады: I like going to the park in my free time. Екінші оқушы болса, me too. Болмаса, I don't. I like going to the sports center in my free time. Деп жауап береді. Ал мен соған ұқсас жауап жазып қойдым астына. Бір оқушы I like going to the cinema in my free time. Екінші оқушы me too. I like watching movies in the cinema деп жауап береді. Немесе I don't. I like going to the market in my free time. Яғни маған кинотеатрға барған ұнайды дейді бос уақытында. Ал досы болса мен де дейді, маған кино көрген ұнайды дейді. Немесе бұлай жауап беруге болады: жоқ, маған ұнамайды, маған маркетке барған ұнайды деп сұраққа жауап беруге болады деген оқушылар. Енді келесі жандағы тапсырмаға қараймыз. Exercise 3. Where did you go last Saturday? Listen and march. There is one extra place. Яғни бұл жерде тыңдалым екен. Бұл жерде 3 оқушы берілген. Сол 3 оқушының, яғни өткен сенбіде немен айналысқан туралы тыңдау берілген. Бұл жерде бірінші оқушы бізде B суретін таңдайды, яғни cinema. Кинотеатрдан кино көреді. Екінші оқушы бізде C, яғни бұл жерде парк, паркке барады, Үшінші оқушы бізде A болады, яғни спортпен айналысады. Міне, 1 B, 2 C, 3 A деп жазып қоямыз, оқушылар. Астына қарайтын болсақ, астында сұрақ берілген. Did you know? Яғни сен білдің бе деген сұрақтар. Қорғалжын Nature Reserve is famous for its pink flamingos. Яғни бізде қорық бар, Қорғалжын қорығы несімен атақты? Ол бізде осындай ашық қызғылт түсті қоқиқаздарымен атақты. Яғни барлық жойылып бара жатқан қоқиқаздар сол Қорғалжын қорығында сақталады екен, оқушылар. Міне осылай мәлімет қалдырып кетіпті. Енді келесі бетті ашамыз. On page 110, 110-ші беттегі тапсырмаларға қараймыз. Exercise 4, listen, point and repeat, then read and march. Тыңда, қайтала дейді және оқып, сәйкестендір делінген. Бұл жерде 8 сурет берілген және 8 сөз берілген. Біз қазір сөздерді оқып аударып, суретпен сәйкестендіру керекпіз. Бірінші бізде spring, яғни көктем мезгілі, ол бізде G суретімен сәйкес келеді. Келесі summer, ол бізде jazz, ол бізде E суретімен сәйкес келеді. Autumn бізде күз мезгілі, ол H суретімен сәйкес келеді. Келесі winter бізде қыс мезгілі, ол F суретімен сәйкес келеді. 5-ші fly a kite деген батпырауық ұшыру, ол бізде A суретімен сәйкес келеді. Келесі go to school мектепке бару, ол D суретімен сәйкес келеді. Келесі 7-ші ride a bike велосипед тебу, ол бізде B суретімен сәйкес келеді. Келесі соңғысы fish, яғни балық аулау, ол бізде C суретімен сәйкес келеді екен, оқушылар. Міне 4-ші тапсырманы осылай жазамыз. Келесі thinking up, read and choose. Келесі бізде ойлауға байланысты тапсырма.
оқы және таңда дейді. Және сұрақтар берілген, астына екі жауап берілген. Біз дұрысын таңдаймыз. Бірінші, it's spring. Are you flying your kite? Яғни көктем мезгілі, сен батпырақ ұшырып жүрсің. Yes, I am. Я. No, I am not. Жоқ. Қайсы сәйкес келеді, яғни ол бізде мүмкін нәрсе, я. Сондықтан A болады. Yes, I am. Келесі екінші. It's summer. Are you wearing a coat? Яғни жаз мезгілі, ал сен үстінде қалың күртеше киіп алғансың дейді. Yes, I am. No, I am not. Ол бізде дұрыс емес, сондықтан B болады. Келесі, it's autumn. Are you swimming? Күз мезгілі, ал сен бассейнде шомылып жүрсің дейді. Ол да бізде дұрыс емес, сондықтан B болады. No, I am not. Және соңғысы, it's winter. Are you making a snowman? Қыс мезгілі, сен ақ қала жасап жатсың дейді. Ол бізде дұрыс, сондықтан yes, I am. A жауабы дұрыс болады екен. Оқушылар, не осылай жазып аламыз. Келесі 111-ші бетті ашамыз. On page 111 study spot ереже берілген, яғни бұл жерде нақ осы шақ present continuous шағы берілген. Бұл жерде бізде сұраулы сұрақ берілген. Мысалға қараймыз, оқушылар, егер де сұраулы сөйлем берілсе, онда бізде to be деген көмекші етістік, яғни am, is, are деген алдына шығып кетеді, және етістіктің артына ing жалғауы жалғанады екен. Қараймыз, мысалға мына жерде play ойнау болса, playing ойнап жатыр, swim жүзу болса, swimming жүзіп жатыр, run жүгіру болса, running жүгіріп жатыр. Яғни қазір орындалып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Енді сұрақ қойған. Is Charlie swimming? Charlie деген ол суреттегі маймыл, я? Charlie қазір жүзіп жатыр ма дейді? No, he isn't. He is playing football. Жоқ, дәл қазір ол жүзіп жатқан жоқ. Ол футбол ойнап жатыр, я? Сондықтан жоқ, футбол ойнап жатыр деп айтамыз. No, he isn't. Яғни болып жетістікте is көмекші етістігіне not жалғайды. Енді осыған қарай біз астындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise 6, complete the answer. Толықтыр және сұраққа жауап бер деген. Бірінші суретке қараймыз. Is it snowing? Қар жауып тұр ма? No, it isn't. Жоқ, жауып тұрған жоқ. Енді өзіміз сұрақ құрастырамыз. Ұл бала болса, he дейміз, қыз бала болса, she дейміз. Екінші, is he riding a bike? Я, ол велосипед теуіп жатыр деп айтамыз. Yes, he is. Үшінші, is she sleeping? Ол ұйықтап жатыр ма? Жоқ. No, she isn't. Төртінші, is he running? Ол жүгіріп жатыр ма? Төртінші суретте? No, he isn't. Жоқ, олай емес. Міне осылай алтыншы тапсырмада сұрақтарға жауап береміз. Енді келесі number games, сандарға байланысты ойын, let's play, ойнайық дейді. Яғни бұл жерде есеп берілген, есептерді шығарып, мұғалім сол санды айтады, ал оқушы, яғни команда болып, топ болып, қай суретті айтып жатқанын табу керекпіз. Мысалға, мұғалім айтады number 49, 49-шы сан дейді. Оны біз табу керекпіз. Қай суретте 49 шығады? Мысалға, ол қай суретте? He's playing the football. Футбол ойнап жатқан суретте, я? Солай жауап береміз. Екінші, тағы да мұғалім айтады. Number 20, 20-шы сурет, қай сурет? Яғни біз табу керекпіз. She is riding a bike. Ол велосипед теуіп жатыр деп. Міне осылай кезектесіп ойнайтын боламыз оқушылар. Жалпы тапсырмалардың барлығын орындап шықтық. Жарайсыңдар. Егер түсініксіз болған жерлер болса, комментарийға қалдырамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.